жақсылық етсең өзіңе. Бір күні шаруа батпақты жермен үйіне қайтып келе жатты. Кенет батпаққа батып бара жатқан баланың жан ұшырған даусын естіді. Бала батпақтан шығуға әрекеттенген сайын оны құрдым өзіне қарай тартып бара жатты. Қорыққаннан барынша көмек сұрап шыңғырған балаға шаруа жуандау бұтақты кесіп алып, бір шетін ұсынды. Бала бұтақтан ұстап аман есен шыққан соң көпке дейін дірілдеп, көзінен жасы моншақтап, есін жинай алмады. «Менің үйіме жүре ғой», деді шаруа. «Саған үстіңді құрғатып, жылынып алу керек». «Жоқ, жоқ», деді бала. «Мені әкем күтіп отыр. Ол шамасы уайымдап қалған болар». Құтқарушысына алғысқа толы көзімен бір қарап бала жүгіре жөнелді. Таңертең шаруаның есігінің алдына қымбат сәйгүліктер ертелген сәнді күйме келіп тоқтады. Одан бай мырза түсіп, «Кеше менің баламды құтқарған сіз бе?» деп сұрады. «Иә, мен», деді шаруа. «Менің сізге қанша қарызбын, мырзам? Мен кез келген есті адам жасайтын әрекетті жасадым. Сіз маған ештеңе қарыз емессіз». «Жоқ, мен бұл ісіңіздің қайтарымсыз қалдыра алмаймын. Менің ұлым маған өте қымбат. Сондықтан кез келген соманы айтыңыз», деп тұрып алды. «Мен бұл әңгімені жалғастырғым келмейді. Сау болыңыз», деп бұрыла бергенде есік алдында жүгіріп оның ұлы шықты. «Бұл сіздің ұлыңыз ба?» деп сұрады қонақ. «Иә», деді баласын басынан сипап тұрып мақтанышпен әкесі. «Былай болсын, мен сіздің ұлыңызды Лондонға алып кетіп оқуға төлейін. Егер ол да әкесі секілді шүкірлігі мол адам болса, мен де сіз де ұтылмаспыз», деді. Жылдар өтті. Шаруаның ұлы мектепті, сосын медициналық университеттің бітіріп, пенициллинді ойлап тапқан әлемге әйгілі ғалым болды. Оның есімі Александр Флеминг еді. Соғыс кезінде Лондонның қымбат ауруханаларының біріне өкпе қабынуының ауыр түрімен баяғы мырзаның ұлы келіп түсті. Оның өмірін сақтап қалуға себепші не деп ойлайсыз? Елдің айтуынша сол Александр Флеминг ойлап тапқан пенициллин екен. Оған білім алуға жағдай жасаған мырза Рандольф Черчилль еді. Ал оның ұлы Уинстон Черчилль кейіннен Англияның премьер-министрі қызметін атқарған. Уинстон Черчилль: «Сенің істегенің өзіңе міндетті түрде қайтып келеді», деп айтып жүреді екен.